эмоциялық жағдайымыз біздің ағзамыздағы гормондарға байланысты. Бұл биологиялық химия ағзамыз өндіретін ішкі сыртқы факторларға байланысты. Біздің мысалға қуанып, бақытты болып, махаббатты сезініп жүруіміз осы гормондарға байланысты. Және керісінше көңіл күйіміз жоқ, көңіл күйіміз нашарлап, энергиямыздың да жоқ болып жүруі осы гормондарға байланысты. Эндорфин гормоны біз өзімізді жеңіл сезінуге және армандарымызды орындауға, мақсаттарымызға жетуге және рахат, эйфория сезімдерін сезініп жүруге жауап беретін гормон. Бұны біз адамдармен құшақтасып, сүйіскен кезде аламыз. Ал дофамин гормоны біздің іс-қимылдарымызға жауап береді. Мысалға, сіз тамақты көрдіңіз, дофамин гормоны аз болатын болса, жоқ болса, оны жемей отыра бересіз. Сол сияқты бір орында тоқтап қалмауға, үнемі бір нәрселерді жасауға жауап беретін гормон. Ол тек қана уақытша ғана бақыт сезімін беретін гормон, 5-6 сағатқа ғана. Бір уәде гормон деп те аталады. Бір нәрселерге тәуелді болып қалуымыз да мүмкін. Тәуелділік те осыдан келіп жатады. Және мысалға бір адамдарды сағынған кезде ұйқымызды бұзатын, назарымызды бір жерде ұстай алмаймыз. Бұл дофамин гормоны көп болса, біздер көңіл күйіміз көтеріңкі, жақсы сезімді сезініп жүреміз. Ал серотонин гормоны бұл қанға берілген кезде біз стресспен күресетін боламыз. Және мысалға басқа адамдардың алдында құрметіміз артып бастайды, өзімізге деген құрметіміз артып бастайды, лидер бола бастаймыз, бір сөздерге байланып қалмаймыз. Міне осындай гормон бұл бізде мысалға жетіспесе, біз стресске ұшырап кетеміз, одан кейін депрессия болады, депрессиядан кейін паникалық атака, паникалық атакадан кейін суицид болуы мүмкін. Сондықтан стресс, депрессия туралы мен отдельно бөлек бір видео түсіретін боламын, қарап жүріңіздер. Көп адамдар өзінің стресс, депрессияда жүргенін де білмей қалады көбіне. Окситоцин гормоны мейірімді болуға, бір адамдарға бауыр басуға жауап береді. Мысалға, махаббатты сезінуге, мысалы ананың балаға деген, әкенің жанұяға, партнерға деген, үйге дегенді, мысалға балаға деген осындай сезінуге жауап береді. Және мысалға және жауапкершілікті өзімізге алуға да осыған жауап беретін гормон. Және адреналин гормоны бар, бұл стресс гормоны. Ол гормон жүрегіміздің қатты соғуына, тез жүруге, бір подвигтерді жасауға, өзімізге бір шапқылықтар жасауға да көмектеседі. Тестостерон гормоны бар, бұл ғашық болуға ер адамдардың гормоны. Мысалға бақталастыққа, қызғанышқа жауап беретін, көп өмір сүруге жауап беретін, көктемде көбейе бастайды. Осы кезде тестостерон гормоны көбейіп бастайды. Эндокринолог дәрігерлерге қаралу керек.